аяқталатын сандар болса, ол 5-ке бөлінеді. 0-мен ғана аяқталатын сандар болса, ол 10-ға бөлінеді. Біз оны өткен сабақта өткен болатынбыз. Көтермаларыңызға мен вен диаграмма қойдым. Оқулығымыздағы екінші есепке қараймыз. Осындағы сандар, қай сандар 2-ге бөлінеді, қай сандар 5-ке бөлінеді, және 2-ге 5-ке бөлінетін сандарды жазамыз. Dürüst be valla. Üzerinde kaldan da автокөліктердегі 2 орынға әрқашанда отырады. Егер 15, 17, 20, 25 адамнан құралған туристер тобы келген болса, орындар бос қалмайтындай етіп, қай туристер тобын алып жүру ыңғайлы? Жақсы жауабы сіз оқыңыз. Жауабы автобуста 2 орын бетке болса, 8 орын қалады. Сонда 10 аламыз, 2-8. Минивенде 2 орын бетке болса, 3 орын қалады. 5 аламыз, 2-3. Барлығы 11 орын, 8 болса 3-11. 11 орыннан 3 автобус пен 3 минивенде 33 турист тұрады. Шағын автобуста 12 адам, 3 минивенде 7 адамнан 19 адам. 5-ке алдышы суретін 6 таңбалы екіге сандарды жаз. 1 миллион бөлу 5 тен 700 мың. Ал 5 миллион бөлу 5 тен 1 миллион. 702 мың 705-ті бөлеміз 5-ке тен 144 мың 4 таңбалы 5 санды жаз. 12 мың 40 бөлеміз 2-ке тен 620. 82 мың 76 бөлу 2 тен 4138. Жақсы жауап бересіздер. 8 жерде 4-ім, 5 жерде 3-ім, 15, 6 жерде 4-ім, 24. Biz сабағымызды қорыта келе 2-ге 5-ке 10-ға бөлінетін сандарды қалай табамыз? Аяғы 5-ке бөлінетін сандардың аяғы 0, 5-пен аяқталады. 0,
және 5 5-пен аяқталады. Нолға бөлетін сандар ол 0-мен аяқталады. Өте жақсы, иә балалар? Міне 4 бал. Сіз жаңа еще 2 бал қосуға болады. Сіз өйткені не айттыңыз? Ережені дұрыс айттыңыз. Сіз ереже айттыңыз, 2 бал қосасыз. Так, сізде 5 бал, сізде 5, сізде жақсы. Бағалау парағына балдарыңызды қойып қойыңдар, қазір бағалайын, иә? Балаларыңыз бағалау парағына